Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің әр салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін подливпен күріш дайындаймын. Осындай өте әдемі, ерекше етіп ұсынамыз. Ең бірінші подлив дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен етті жуып, ұсақтап турап аламыз. Одан кейін пиязды майдалап турап алып, ыдысымызға май құйып, пиязды қуырамыз. Одан кейін етті қосып қуырамыз. Сәбізді де ұсақтап тураймыз, және менде кішкене ғана болгар бұрышы қалыпты, оны да турап қосып жібердім. Қуырылған еттің үстіне сәбізді салып, бір шай қасық томат пастасын салып, болгар бұрышын қосып, тұз салып, аз ғана су құйып бұқтырамыз. 20-25 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Енді гарнирін дайындайтын боламыз. Кастрюльге май құйып, күрішті 2-3 қайтара салқын суға жуып аламыз, және күрішті қуырамыз. Және осындай күрішіміз әдемі болып тұру үшін көкөністер араласқан күрішті де бірге салып, 1-2 минуттай қуырып алдым. Одан кейін күріш батып тұратындай су құйып, өте баяу отта бұқтырамыз. Міне осымен тағамыз дайын. Енді тағамызды әдемі етіп ыдысымызға салып ұсынамыз. Үлкендеу шұңғыл ыдысқа ішіне кесені төңкеріп саламын. Жан жағына күрішті салып шығамыз. Осылай шеттерін басыңқырап тарелкамызға аударамыз. Міне осындай әдемі болып түсе қалады. Енді ортасына подливпен құйып, бетіне укроп сеуіп ұсынамыз. Міне өте ерекше әдемі тағамыз дайын болды. Видеоны соңына дейін көрсеңіз, маған кері байланыс білдіріп, лайк басып немесе дизлайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Және осы видеоның астындағы подписаться батырмасын басып, маған тіркеле отырыңыздар.